Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бұл шығарылымда ислам дінінде ит неліктен лас жануар саналады, неліктен итті үйде асырауға болмайтыны жайында айтатын боламыз. Бұл орайда көпшілігіңіздің ойыңызда қалайша ит лас жануар болып саналуы мүмкін? Ол жеті қазынаның бірі емес пе деген сұрақтар мазалайды. Осы сұрақтарға ислам дініндегі деректерді тілге тиек етіп жауап іздеп көрсек, бірінші кезекте біз хадистерге көз жүгіртеміз. Ал егер сіз осы сұрақтардың жауабын білсеңіз, пікір жазып қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге, басқа да көрермендерге сіздің пікіріңізді оқу қызықты болмақ. Абу Хурайра, оған Аллах тағала разы болсын, мына хадисті жеткізген. Аллахтың елшісі, оған Алланың сәлемі мен саламаты болсын, былай айтқан: егер кімде-кім итті қандайда бір күзетілуі тиіс жерді, үйдегі төрттілікті күзету мақсатынан басқа мақсатта асыраса, оның жасаған жақсылықтары қырат көлемінде алынып отырады, яғни жасаған жақсылықтары кемейді деген екен. Сондай-ақ Абдулла ибн Омар да, оған Аллах тағала разы болсын, пайғамбарымыздың осы сөзін растаған. Белгілі ғалым Ибн Абдул-Бар былай деген: бұл хадистерде мұсылман адамға итті тек жерді немесе мал мүлкін күзету мақсатында ғана асырауға болатыны анық бекітілген дейді. Ардақты пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен саламаты болсын, былай деп айтқан: үйінде ит ұстайтын, сондай-ақ суреттер ілінулі тұрған үйлерге періштелер кірмейді деген. Бұл хадисті Ибн Мажда жеткізген. Ал енді ит неліктен лас жануар болып саналады? Осы тақырыпты ашып алсақ, біріншіден, иттің бөлетін нәрселері, яғни кіші және үлкен дәреті өте лас болып есептелінеді, яғни таза емес. Мұны барлық ғалымдар дәлелдеген. Мұсылман ғалымдары мынадай тоқтамға келді: иттердің дәреті, яғни нәжісі өте лас. Әл-Мәжму 2:524. Өздеріңіз жақсы білетіндей, ислам дінінде тыйым салынған, яғни харам саналатын жануарлар бар. Олардың етін жеуге мүлдем болмайды. Етін жеуге болмайтын жануарлардың тізімінде ит те бар. Екіншіден, иттің сілекейі де өте лас болып келеді. Сенбесеңіздер, иттердің сілекейі өте лас әрі қауіпті екендігін растайтын көптеген ғалымдардың зерттеу жұмыстары бар. Абу Хурайра ардақты пайғамбарымыздың мынадай сөздерін жеткізген. Ардақты пайғамбарымыз былай деп айтқан: егер ит абайсызда ыдыстарыңды жаласа, онда сол ыдысты 7 мәрте жуыңдар. Бірінші жуғанда жермен, яғни топырақпен жуыңдар деген екен. Үшіншіден, иттің денесі, яғни оның терісі. Қазіргі уақытта иттің денесі, оның жүні лас па деген сұрақты көптеген ғалымдар өзара сөз таласқа салып жатыр. Дегенмен де мұсылман ғалымдары иттің сілекейі үлкен және кіші дәреті лас болғанымен, оның терісі, яғни жүні лас емес деген ойда. Егер ит толыққанды лас жануар болып табылса, пайғамбарымыз, оған Аллахтың сәлемі мен саламаты болсын, иттерді жерді, мал мүлікті күзету мақсатында ұстауға рұқсат бермеген болар еді. Осы аталған хадистерден шығаратын қорытынды: мұсылман адам итті тек жерді, мал мүлкін күзету мақсатында ғана асырауы тиіс. Ал итті пәтерде, үйдің ішінде асырауға болмайды. Ондай үйлерге періштелер еш жуымайды. Қызықты деректер: итке танытқан мейірімділігі үшін кейбір адамдардың күнәсі толығымен кешірілген. Абу Хурайраның мынадай сөздері бар: бірде Аллахтың елшісі, оған Аллахтың сәлемі мен саламаты болсын, былай деген екен: бірде бір адам өз жолымен келе жатып, оны қатты шөл қысады. Ол алдынан құдық табады. Құдыққа түсіп, шөлін қандырады. Құдықтан сыртқа шыққанда, тілі салақтап, шөл қысып жатқан итті көреді. Сонда әлгі адам оны көріп, бұл итте мен сияқты қатты шөлдеген деп, құдыққа қайта түседі де, өзінің аяқ киіміне су толтырып алып, аяқ киімін тістерімен аузына қысып, құдықтан сыртқа шығады. Құдықтан шыққаннан соң шөл қысып жатқан итке су береді. Осыдан кейін Аллах тағала оған рақымшылық жасайды да, оның барлық күнәсін толығымен кешіреді. Адамдар пайғамбарымызға былай сұрақ қояды: о Аллахтың елшісі, біздің жануарларға жасаған жақсылықтарымызға қандайда бір марапат бола ма деп сұрайды. Сонда ол: барлық тірі жанға жасаған жақсылықтарың үшін міндетті түрде марапат алатын боласыңдар деп жауап берген екен.
ұлы имам әш-Шағрани өз кітаптарында былай деп жазған: айналамыздағы барлық тіршілік иелерін, барлық тірі нәрсені Аллах тағала өзіндік ерекшеліктерімен жаратқан. Аллахқа жақын адамдар ғана сол ерекшеліктерді көре алады және қабылдай біледі де. Осындай барлық тірі жанға тән ерекшеліктер иттердің де бойында бар. Мысалға, иттер адамдар тарапынан қанша қорлық көрсе де олармен өштеспейді. Бергеніңді жейді, еш нәрсені жасырмайды. Тіпті лай судан су ішсе де соған разы болады. Олар өздеріне жылы қарап, мейірімділік танытқандарға бауыр басып жақын болады. Өзін сабап, қамшылағанға да кек сақтамайды. Құрметті көрермендер, аталған деректерден шығаратын қорытынды: итке және басқа да жануарларға жамандық, зұлымдық жасауға болмайды. Иттерді де, мысықтарды да, басқа жануарларды да Аллах тағалам жаратты. Ешкімнің оларға зұлымдық жасауға қақы жоқ. Тек ит жануарын үйдің ішінде ұстауға болмайтынын ескеру керек. Құрметті достар, сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Сондай-ақ осы видеоны әлеуметтік желілерде бөлісулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға мың алғыс. Аман, сау болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.